Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айзада. Бүгін осындай сіздермен дәмді әрі өте жұмсақ болып шығатын еттен пирожкилер әзірлейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де дәмі де өте дәмді болып шығады. Сіздер де менің осы видео рецептім бойынша жасап көріңіздер. Алдыменен менің осы видеомды толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар, және де төмендегі қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бізге осы пирожкилерімізді әзірлеу үшін алдыменен жылы сүтімізге қантымызды, тұзымызды және еріген сармайымызды құйып араластырамыз. Кейін үстіне ашытқымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, жылы жерге көтерілгенге дейін бетін жауып қоямыз. Ашытқымыз көтерілгеннен кейін ұнымыздың үстіне құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға сәл жабысатындай болуы қажет. Сол кезде біздің пирожкилеріміздің тестісі өте жұмсақ болып шығады. Мінекей осылай барлығын илеп әзірлеп аламыз. Ұнымызды көп салудың қажеті жоқ. Барлық мөлшерін мен осы видео астына қалдыратын боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайын, өте жұмсақ болып иленеді және бетін жауып көтерілгенге дейін күтеміз. Біз оған дейін осындай піскен етімізді және де қойдың құйрығын пайдаландым. Барлығын ет тартқыштан тартып аламыз, немесе ұсақтап қолмен турасаңыздар да болады. Мінекей құйрық маймен араластырған кезде дәмі өте ерекше болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер солай. Мінекей барлығын тартып, әзірлеп, дайындап алдық. Мінекей. Кейін біз осы тартылған етіміздің үстіне біздің пиязымызды турап аламыз. Барлығын осылай уақтап турап әзірлеп аламыз. Кейін осы туралған пиязымызды қызып тұрған табамызға кішкене ғана сұйық майымызды құйып, үстіне пияздарымыздың барлығын салып қуырамыз. Пияздарымыз осындай жақсы қызыл түске енуі қажет. Әбден қуырылғаннан кейін отымыздан түсіріп, өзіміздің жаңағы тартылған етіміздің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Кейін дәміне қарай тұзымызды және де бұрышымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Және де біздің осы қуырылған жуамызды салғаннан кейін салмамыздың суығанша күтуіміз қажет. Мінекей барлығын араластырып алдық. Оған дейін де біздің тестіміз көтеріліп қалды. Міне кішкене ұн сеуіп, астына өзіміздің тестімізді түсіріп аламыз. Ұнды көп сеудің қажеті жоқ. Ұн көп болып кеткен жағдайда біздің қамырымыз өте қатайып кетеді. Мінекей қолымызбен басып, кейін оқтаушаның көмегімен осылай жазып аламыз. Және де мен дөңгелек қылып кесіп алуға осындай кішкентай кесе пайдаландым. Сол арқылы кесіп әзірлеп алдым. Және де осылай жайғаннан кейін үстіне өзіміздің салмамызды салып, аузын жақсылап бекітеміз. Тестімізді жайған кезде өте қалың қылып жаюдың қажеті жоқ, жұқалау қылып жайып аламыз. Осылай барлығын бекітіп, пирожкилерімізді әзірлеп аламыз жасап. Кейін біздің дайын тұрған пирожкилеріміздің барлығын бетін жауып жылы жерге қойып алуымыз қажет 5-10 минутқа көтерілгенге дейін. Көтерілгеннен кейін осылай бетіне жұмыртқаға сәл ғана сүт араластырып, пирожкилеріміздің бетіне жағып шығамыз. Сүт араластырмай жұмыртқаның сарысын жақсақ, ол дейтін қою болып кетеді. Кейін 180 градуста 20-30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей барлығы дайын болды. Осыменен біздің пирожкилеріміз әзір болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шығады және де қамыры өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет, ас болсын.